Басталып кетті ма? Жақсы. Так, енді келесі есебіміз бізде мынандай алғашқы координатамызда мынандай бізде түзу берілген. Y тең x плюс түбір астында 2 деген. Соны дейді, осы бір осьті 45 градусқа сағат тіліне қарама қарсы бұрған кездегі дейді, жаңа түзудің теңдеуін жаз дейді. То есть, мына бір түзу менде бұрған кезде екінші осьте басқаша түзудің теңдеуі болады. Ауысып кеткен кезде ол жақта басқаша түзудің теңдеуі шығады да, соны табу керек екенбіз. Сағат тілі былай айналмай ма? Соған қарама қарсы былай айналып жатыр. Так, енді бізге нерге сызбасын салған бірінші бір сұрақ болады. Мысалы үшін, қараңыздар. Бастамасындағы ось. Осындай ось болды. Енді y тең x плюс түбір астында 2 деген неміз былай болады. Жалпы, мынау плюс 2 жоқ болатын болса, y тең x дегеніміз қанша градуспен өтеді? 45 градуспен өтеді ғой өзі. Просто плюс түбір асты 2 қосылып тұр, онда мынерден бір нүкте таңдаймыз. Биіктік бойынша түбір астында 2 деген нүкте таңдай саламыз. Осы түзуден 45 градус бойынша өтеді. Нерде 45 градус шамамен мынандай бола ма? Мынандай ғой. Онда нерден біздер былай салады екенбіз. Не? Мынадай бізде не бар? Түзу бар. Бұл менде y тең x плюс түбірдің астында 2 деген түзу болып тұр. Қазіргі не бойынша. Енді осы осьті қанша градусқа бұрамыз дейді? 45 градусқа бұрамыз дейді. 45 градусқа бұрған кезде біздің не жаңадан оны теремен сала салайын. Жаңа осьіміз. Мына менің жаңа осьім. Так. Бұл менде x штрих. Мынау менде вообще-то x. Мынау менде y. Енді бұлай, бұған перпендикуляр түрде алсақ. Жаңа осьім менде тере сызықпен көрініп тұр. Міне. Бұл менде y штрих болып тұр. Я жасап тұр ғой. Y тең қандай да бір сан болады да. Мынандай ғой. Бізде y тең kx плюс b емес па түзудің теңдеуі. Енді нерде бұрыш не ұстап тұр нерде? 0 градус ұстап тұр ма? Тангенс 0 градус қанша нерде? 0 болады, жоқ болып кете ма ол кезде? Y тең не қалады? b деген қандай да бір сан қалмай ма? Y тең қандай да бір сан деген нерден не шығады екен? Түзудің теңдеуі шығады қазір бізде. 45 градусқа бұрғаннан ақ түсініктіміз ғой бізде. Мына жер менде қандай? 45 градус. Ал біздер білеміз, y тең x деген түзудің өзі 45 градуспен өтетінін білеміз. Онда сызбасы тура осылай 45 градустан бер жаққа өте салады да. Мына жердегі градус қандай болады менде? Мынау менде и так 90. Мына жер осьтердің арасы и так 90. Мына түзуіміз тоже x штрих осьіне не болып тұрады? Параллель болып өтеді да ол. Значит, біз y тең мынандай деген бір қандай да бір санға тең түзудің теңдеуі шығады. Мысалы үшін бізде y тең 5 деген не шығатын болса, теңдеу шығатын болса, y тең бойынан біздер не істейміз? 5 деген нүктені ала саламыз. Онда түзуім былай өтеді. Мынау менде y тең 5 деген түзу. Просто y тең қандай да бір сан ба, ол x осіне параллель өтетін түзу болады. Y тең минус 13 ба? Астынан неде минус 13 деген нүктеден кесіп өтетін түзудің теңдеуі бола салады. Жоқ, түбір асты 2 болып мына жақтағы ұзындық қой. Бізге нердегі ұзындық керек қой? Бізге мынау керек қой? Мына бір осьтің b-сы керек қой? Биіктігі. Түбір асты 2 деген менде алғашындағы осьтің несі? b-сы. Нерде kx плюс b ғой? К қандай нерде? Тангенс 45 градус қой, 1 ғой. 1 көбейтілген x қой. kx плюс b. Бұл жердің b-сы түбір асты 2 деген мынерде тұр. Алғашқы ось бойынша b міне биіктікке жауап беріп тұрған осы. Мына бір ось бойынша биіктікке жауап беріп тұрған мынердің ұзындығы емес па? Бізге осы бір ұзындық табу керек қой қазір. Ось бұрып жатырмыз. Мына ұзындық табу керек. Енді бұны біз қазір алгебралық тұрғыда анаумен шығарып қойсақ та болады, чисто мынермен геометриямен алып тастасақ та болады. Алгебралық тұрғыда көре салайық ана жерден. Енді қараңыздар.
x тең не дейді? Емен шарсақ болады ма? Болады. 45 градус тұр ғой. 45 градуста синус пен косинустың мәндері қандай болады? Түбірәсті 2. Анау бойынша x-ін жаза қойық. X тең x штрих көбейтілген не болады? Түбірәсті 2 бөлінген 2 минус y штрих көбейтілген түбірәсті 2 бөлінген 2 болады. Астындағы ше? Y тең x штрих түбірәсінде 2 қосылған y штрих түбірәсінде 2 бөлінген 2 екен. Екеуін қосып жүру бізге қажет емес. Y тең деген түзу алғашында бізде қандай еді? Мынандай емес пе? Бізде жаңа y-тің теңдеуі шықты ма? Мына жерде алғашында y-тің теңдеуі бар емес па? Осы екеуін теңестірсек болды. Мына y-пен не істеймін? Мына y-ті теңестіремін. Бізге y-тер тең. Екеуі бір y. Просто мынау бастамасындағы түзудің y деген түзудің теңдеуі мін тұр. Келесі, мына бір осьтегі y-тің түзудің теңдеуі мынандай болады деп отыр мынау. Онда екеуін теңестіру керекпіз. Екеуін теңестіреміз. Так, бірақ теңестіргенде мына жерге x-ің орнына нені қоямын мен? Мен бәрін қоямын ғой. Y тең, ана x-ің орнына не қояды кім? Мына x қоямын, полный қоямын. X штрих түбірәсті 2 бөлінген 2 минус y штрих түбірәсті 2 бөлінген 2 болды да. Плюс несі бар? Түбірәсті x бар. Тағы да ол y неге тең? Мынаған тең емес па? Жазамыз. X штрих түбірәсті 2 бөлінген 2 қосылған y штрих түбірәсті 2 бөлінген 2. Бірден қысқара ма? Бірден қысқара ма? Қысқармай ма? Сөйтіп? Түбірәсті 2-ге бөліп салсақ болады, Так, тең болады, теңдеуді шығара салайықшы. Мынаны ар жаққа лақтар жіберейік. Сонда түбірдің астында 2 тең болады 2 көбейтілген ар жаққа өткізетін болсам y штрих түбірдің астында 2 бөлінген 2 ма? Мыналар кетеді ғой. Онда y штрих неше екен? 1 емес пе? Новый теңдеу қандай екен? Y штрих тең 1 деген тең. Не екен? 1 екен мына жердің ұзындығы. Оны біздер басқаша қалай шығарып алсақ болатын еді? 1 екендігін. Не 45 па? Не 45 болды. Бұл жер 45 болса, осьті бұрған кезде не қандай болады? Мына жер 45 болады. Мына жер 45 бола ма? Мына жердің 90 екенін білеміз ғой біз. Мына жерде 45 па? Енді қараңдар, мына бір 3 бұрышты, осы бір 3 бұрышты бөлек аламын мен. Квадраттың жартысы емес па мынау? Мынандай 3 бұрыш па? Мына ұзындық неге тең? Түбірәсті 2-ге тең емес па? Мынау 45-45, мынау мен мынау тең ба? 1 мен 1 емес па? То есть біздегі мына жер 1, мына жер 1, мына жер 1. Шықты ғой есеп? Жердің 1 екендігі. Мына жерде квадраттың жартысы тұрған жоқ па?